Мен бір отбасының ерке қызы едім. Кезінде алып қашудың құрбаны болдым. Бұрын танысып біліспеген ауылдың жігітіне тұрмысқа шықтым. Менің сорыма қарай, ол көп қыздың ішіндегі жалғыз ұл екен. Бәлкім, кейбір отбасыларда әпкелер мен қарындастары үйдегі жалғыз келінді әпештеп ұстайтын шығар. Бірақ мен ондай бақытқа кенелмедім. Алғашқы келін болып түскен күннен бастап, енем мен қайынапа, қайынсіңлілерім маған сын көзбен қарады. Күндер өте келе олар мені отбасы мүшесі деп есептемейтін болды. Бұл да біреудің алақанға салып аялаған баласы. Оны ренжітпейік деген ой қаперлеріне кіріп шықпады. Ол аздай енем жұмған алақаны ашылмайтын сараң адам екен. Қаймақ демей-ақ қоялықшы, майды қоймада сақтап келтке салатын. Оның шашына оралған бір уыс сылдырлаған келттерді көргенде, әсіресе аяғым ауыр кезде сілекейім шұбыратын. Әр күнім тозаққа бергісіз өтіп жатты. Бастапқыда келінді қатал ұстау, берік дәстүр деп көңіл бөлмеуге тырысатынмын. Өзіммен қатар түскен келіншектерге қарасам, олардың жағдайы дәл менікіндей емес екен. Отбасы мүшелері жаңа түскен келінді қатарына қосып, енесі сырласындай, қайын сіңлісі құрдасындай жақсы қарым-қатынас орнаған. Тап біздікіндей кемсітушілікті байқамадым. Осыдан кейін мен де іштей қарсыласуға көштім. Енем не қайынсіңлілерім тұқыртып сөйлесе, сөз қайтармасам да, қабағымды шытып, жақтырмайтынымды білдіретін едім. Алғаш қызымды көтергенде қайын жұртым тайлы таяғы қалмай, перзентханаға барып, өздері шығарып алды. Екінші балама аяғым ауырлағанда, қалада тұратын әпкем маған бұрын киген киімдерін әкеп берді. Арасында тіпті жаңалауы да бар екен. Қаладағылар ауылдың әйелдеріндей күйбең тіршіліктің соңында жүрмейді ғой. Ауылда ерте тұрып, сиыр сауасың, бақшаны баптайсың. Киім шақ келмейді. Әпкемнің түссе оңбаған киімдерін көргенде, қайынсіңлім Айгүлдің көздері шырадай жанды. Сен үйде отырсың. Ауылда мұнда киімдерді киіп қайда бармақсың? Безге бер деді бұйырып. Мен тұңғыш рет даусымды қатты шығарып. Маған лайықсыз киім саған жараса ма? Сенің де оқыған оқуың жоқ. Қыз деген атың болмаса, менен айырмашылығың шамалы деп бетен қайтарып тастадым. Сол-ақ екен, ол жыламсырап шешесіне жүгірмесі бар ма? Енем қызының сөзін сөйлеп, мені жерден алып жерге салды. Бездің айғайымызды естіген күйеуім есікті тарс жауып үйден шығып кетті. Біз 3 ай тоң теріс жүрдік. Енем де, атам да, күйеуім де менен теріс айналды. Перзентханаға автобусқа отырып өзім бардым. Мерзімім жетіп, ұлымды туғанда бірде-біреуі хабарласпады. Тек шығатын күні күйеуім машинамен келіп, ұлым Айдын екеуімізді үйіне әкетті. Есімді жиып, баламды жуындыруға қамданып жатқанымда қайын сіңлім бөлмеме кірді. Үстінде менің әпкемнің көйлегі. Жақтырмай тұрғанымды көріп, бөлмеден жылыстап тайып тұрды. Бірақ сол күйі көйлегімді қайтармады. Менің жаныма батқаны ол да емес. Арада бір ай өткенде, қайынсіңлімнің айдап салуымен күйеуі мені соққыға жықты. Денемді сипалап, жылап отырғанымда бірде-біреуі араша түспеді. Ал қайынсіңлім айызы қанғандай сол күні алшаң-алшаң басып жүрді. Ақыры, бұл қорлыққа төзбеген мен бөлек шығу туралы мәселе көтердім. Туыстарды салып күйеуімді де көндірдім. Қазір біз бөлек отаумыз. Қызым 1-ші класқа барды. Ұлым 3 жаста. Жолдасым екеуміздің қарым-қатынасымыз қалыпты. Бір-бірімізді сыйлаймыз, түсінеміз. Осындайда жас отбасылардың кей жағдайда бөлек тұрғаны да дұрыс па деп қаламын. Егер қайын жұртым мені өздеріндей көріп, жылы қабақ танытқан болса, мен де ол үйден кетпес едім ғой. Қайынсіңліме келсек, 2 жыл бұрын көрші ауылдың жігітімен сөз байласып тұрмысқа шыққан. Алайда жараса алмай, бір ұлымен ата-енемнің қолында отыр. Табалағаным емес, осы бақытсыздығына өзінен басқа ешкім де кінәлі емес.